Дизайнер болу үшін не керек? Тәнді киімдер сататын компаниялардың немесе маркалардың тізімін жасап, олардың қай бағытта жұмыс істейтінін білу керек. Мысалы, жастарға арналған киім, күнделікті киім, балалар киімі, тағысын тағы. Сүйікті дизайнерлерінің жұмысын мұқият зертте. Олардың ойын, идеясын, көздеген мақсатын тап, басып тануға тырыс. Біреудің ойын толықтай көшіруге болмайды, бірақ үйренуге болады. Сән журналдарын жиі парақтап, ішіндегі ұнаған үлгілерді көрнекі жерге іліп қой. Сән әлемімен өмір сүр, сонда идея өзінен өзі туады. Сәнгер болғысы келетін адам әрдайым бабында болуы керек. Күн сайын жаңа үлгілерді ойлап тауып, солардың сызбасын сызып қой. Түпкі идея болмаса да сыза беру керек. Бұл да өзгеге ұқсамайтын өз жолыңды табуға көмектесетін тәсіл. Дизайнер кереметтей суретші де болуы керек. Үлгінің өзін көргенде көз тоятында етіп салуды меңгер. Үлгіні түсінікті етіп сызуды меңгермесе, матаның түстерінің бір-біріне сай келуін де шебер меңгеру аса маңызды. Киім тігіп үйрен. Көйлекті нақты бір адамға өлшеп пішіктік. Әр адамның дене бітіміне қарай жарасымды әрі сәнді етік тігу басты талап. Матаның түрлерін бір-бірмен үйлесетін, үйлеспейтінін ажырата біл. Мысалы, тіпті басқа матадан тігілген көйлек тіге алмайтының секілді. Жібектен қара жұмысқа киетін киім тіге алмайсың. Қандайда бір үлгіні ойластырған вақытта, оны қандай матадан, қай түстен тігетініңді де ойластырып қой. Мүмкіндігінше кәсіби білім алған жөн. Ең болмаса дизайнерлер курсынан өткен дұрыс. Бұл сән әлеміндегі негізгі заңдылықтар мен матамен жұмыс істеуді үйрену үшін қажет. Сән әлеміндегі соңғы жаңалықтарды қалт жіберме. Арнайы веб-сайттарды үнемі қарап отыр, журналдарды оқы. Мүмкіндігінше биылғы, келер жылғы сәнді киімдердің үлгісін ойластыр. Сондай-ақ, 10 жылдан кейін қандай киім сәнде болатынын да болжап көргеннің артығы жоқ. Өзің сызған ең жақсы киім үлгілерін немесе олардың суреттерін жина. Бұл өзімнің жеткен жетістігіңді көрсетуде таптырмайтын тәсіл. Ауызбен айтқаннан гөрі көзбен көргеннің әсері де басқаша болатынын ұмытпаған жөн.